ол иіс шығарады, енді айтады, осыны көрсе ертең күйеуім қашып кетеді ғой дейді. Жоғарғы жақ қойнауы деп жатамыз. Оны терминмен айтатын болсақ, гаймор қуысы деп айтады. Кейде өзіңіз білесіз ғой, пациенттер как психологпен сөйлескендей сөйлеседі ғой бізбен, дұрыс па енді? Кардиологпен де жұмыс жасаймыз, невропатологпен де жұмыс жасаймыз, дерматолог, ревматолог, эндокринолог, гастроэнтеролог, негізі барлық былайша айтқанда тырнақтың ұшына дейінгі мамандықтардың бәрінде бала осы 4 кезеңнен ұйықтап өту керек. Толық өту керек. Сол үшін ерте жату деген нәрсе сол. Одан кейін ол барлығы естіп жатқан шығар, ана гормондар бар, мелатонин, анау мынау деген сияқты. Бұрын жаттығу істеп жүрген кезде қандай еді денеміз? Қазір жаттығу жасамағанда қандай? Мысалы, адам бірден толып кетеді, іс-қимыл азаяды, бір қимылдап қалсаң бір жерің ауырып қалады деген сияқты. Бұрынғыдай физикалық. Ал Азеке, қош келіпсіз. Бүгін бізде қонақта лор дәрігер, хирург Азизбек Қонысбаев ағамыз, бауырымыз. Енді біз сізді бүгінгі осы отырысымызға шақырудағы ең бірінші мақсатымыз осы сіздің тақырыбыңызға және стоматологияға қатысты осы тақырыптарды бірге талқылап, лор жағынан да, стоматология жағынан да қарастырып, кішкене ашып айтып деген сияқты. Сол мақсатта шақырған болатынбыз. Қош келіпсіз. Енді біз бүгін талқылағымыз келетін тақырыбымыз ол гайморит. Осылар жайлы айтсақ, бірақ енді тақырыбымыз гайморит екенде бірден кіріп кетпей, бірінші бір өзіңіз туралы білсек, кішкене таныстырып жіберсеңіз, Азекем. Одан кейін кішкене өзіңіздің тәжірибеңізбен бөлісіп, қанша жыл оқыдыңыз, қай жақта оқыдыңыз, қай жақтарда жұмыс жасадыңыз, және дәл қазір қай жақта жұмыс жасайсыз, қандай бағыттарда деген сияқты бір осыны жауап беріп жіберіп, одан кейін тақырыбымызға терең кірсек. Рахмет, Ерболат мырза, шақырғаныңызға. Жақсы бір сұхбат болады деген үміттеміз, Алла қаласа. Толық таныстыра кетсем, есімім Азизбек Қонысбаев Бақтияр ұлы. Осы Алматы қаласында Санжар Асфендияров атындағы университетті бітіргенмін. 2008 жылы түсіп, 2015 жылы аяқтағанмын. Ары қарай 2000 жалғастыру мақсатында резидентура бағытында лор мамандығын таңдағам. Сол бағытта 3 жыл резидентура саласын оқып бітірдім осы Алматы қаласында. Біздің практикалық базамыз нөмір 5 қалалық аурухана болатын. Және де басқа да кішігірім базалар болды. Сол жерде асылы бітірген жеріміз осы аурухана болды. Ары қарай келетін болсақ, бітірген соң қалалық емханаларда жұмыс істедім. Шамада 4 жылдың төңірегінде, сонымен қатар қосымша частный клиникаларда бірге жұмыс жасап жаттым. Арасында клиникаларда операция жасап жүрдім. Сонымен былай есептейтін болсақ, шамада бір 10 жылдың төңірегінде болған екен. Соңғы 4 жылдың төңірегінде осы бағытпен осы еліміздің басқа региондарына қабылдауға шығып бастағам. Атап айтатын болсақ, ішінде Ақтау, Атырау қаласы, Ақтөбе, Астана қаласы, Шымкент, Қызылорда осындай қалаларға шығып. Қазір өзімнің жеке клиникамды аштым жақында. Сол клиниканың басшысы болып табыламын. Басы қасындасыз ғой? Сол клиниканың басындамыз. Бізде штатта тағы 2 лор мамандықта дәрігеріміз бар, және де окулист мамандығы бар. Бұйыртса штатымыз үлкейеді деген үміттеміз, әлі тағы да мамандар аламыз деп. Былайша айтқанда осылай жұмыс істеп жатырмыз. Азеке, енді біздің бүгінгі талқылағымыз келіп отырған тақырып бұл гайморит. Гайморит енді ол солай атала ма екен, әлде жоғарғы жоқ қойнауының қабынуы дейміз бе екен? Осыған кішкене бір анықтама беріп, қандай түрлері бар жалпы гаймориттердің, қалай түрлері, білмеймін, кездесу жиілігі көп кездеседі деген сияқты. Оның қаншалықтысы сіздер операциялық жолмен шешесіздер мәселені, қаншалықтысы терапиялық жолмен шешіледі консервативті деген сияқты. Осын бір жіктесек, өйткені біз енді өзіміз стоматолог ретінде, бұл енді сіздердің негізгі диагноздарыңыз болғаннан кейін, біз де оны білуіміз керек, бірақ енді біз сыртынан білеміз. Сіз кішкене бізге ішінен айтып берсеңіз. Гайморит дегеніміз, былай айтатын болсақ, анатомиялық
орналасу бойынша аталып кеткен. Бізде жоғарғы жақ қойнауы деп жатамыз. Оны терминмен айтатын болсақ гаймор қуысы деп айтады. Сол гаймор қуысының ішіндегі шырышты қабат бар. Өзінің шырышты қабаттың қабынуын ары қарай гайморит деп атап кеткен. Негізі бұған алып келетін себептер, басты себепті айтатын болсақ, бұл жерде гаймор қуысына ауа айналым бұзылысы. Ауа айналым бұзылған кезде бірден негізі жалпы айтатын болсақ, өзінде былайша түсіндірсек, кішігірім бір терезесі болады. Өзінің сол тесік арқылы шамада бір 3-4 миллиметрдің көлемінде сол тесік арқылы ішінде ауа айналым болып отырады дейді. Бір деректерде бар, бір деректерде окис азота деп жатады. Соның әсеріне бір былайша айтқанда ішіндегі баланстың бұзылысы ғой, гайморит деп жатқанымыз. Циркуляцияның бұзылысы. Иә, оның ішіндегі өзінің флорасының былайша айтқанда пропорциясының өзгеріп кетуі. Соның әсерінен ішіндегі инфекциялардың қабынып, ары қарай асқынуға алып келеді. Бұған не алып келеді сонда? Мысалы, мұрын қуысы, бәріміз демаламыз, Азеке. Сол жерде кішкентай жаңағы 3-5 миллиметрлік жаңағыдай тескіше бар. Ол нәрсе ауаны соның жабуына не алып келеді деген жалпы сол немесе жаңағы қуыстың қабынуына, оның бір нәрсе ішіне түсіп кете ма, или бактерия түсіп кете ма, бір вирус қоздыра ма дегендей. Енді былай. Негізі бізде шырыш қабаттың ішінде кішігірім көзге көрінбейтін кірпікшелер болады да. Сол кірпікшелердің әсерінен ол шырыш жылжып отыру керек. Бізде оны мукоцилярный клиренс деп айтамыз. Ол жоғарғы тыныс жолдарынан төменгі тыныс жолдарының барлығы сол шырыш қабатпен бекінген. Мысалы, мұрын қуысын айтатын болсақ, мұрын қуысындағы шырыш бүкіл инфекцияның бетінде жинап алады. Оның ішінде кілегей қабаты болады. Сол кілегей қабаттың өзінің қасиеті бар да. Бізде мұрынмен кірген ауаның ішіндегі шаң тозаң инфекциялардың барлығын бір-біріне жапсырып алады. Сол жапсырған күйі ары қарай оның ішінде бізде ферменттер бар ғой, мұрын қуысының ішіндегі шырыштың ішінде өзінің иммунитеті бар. Сол иммунитет оны өлтіріп ары қарай кеңсірікке, яғни мұрынның артқы бөлігіне өткізіп беру керек. Одан әрімен ол тамақтан ары қарай асқазан ішек жолдарына түсіп кету керек. Ал кей жағдайларда сол инфекциялардың қатты күшейіп кетуінің әсерінен бізде мұрынның шырыш қабаты ісінеді и бірден сол жаңағы айтып отқан 3-4 миллиметрлік тереземіз жабылып қалады. Ал сол гаймор қуысының ішіндегі инфекциялар бері қарай шыға алмай қалады. И өз ішінде ол су ретінде жиналып, оның фазалары бар. Ең басында жаңағы қабыну фазалары ғой. Трансудация, эксудация деген сияқты осындай фазалардан өтеді. Сол уақыттарда ол жиналып, бірнеше уақыттан кейін артынша олар іріңге айнала бастайды. Осыдан бастап бізде клиникалық көріністер басталады. Енді біз гаймориттің түрлеріне келетін болсақ, екіге бөлінетін кезде жіті және острый фазасы деп айтамыз ғой. Осы острый фазасы ол 2-3 айға дейін созылымы, 12 апта деп береді негізінде. Оның ішінде бір қойып, бір қабынып отыру мүмкін. Бұның барлығы бізде жіті фазаға кіріп кетеді. Осы фазада бірінші болатын бізде ең басында мұрынның ішіндегі ісік. Мұрын шырыш қабаты ісінеді. Кішігірім ауру сезім болуы мүмкін. Өйткені бізде мұрын шырыш қабатының астында бізде үшкіл нервтің тармақтары бар. Сол тармақтар өте сезгіш келеді, өзіңіз білесіз. Соның әсерінен де бол басылады. Одан кейін кішігірім бөліністер бөлінуі мүмкін. Кей жағдайда іріңді, кей жағдайда су түрінде болуы мүмкін. Бұл ең басында жіті. Былайша айтқанда, ең басында ЖРВИ деп жатамыз ғой. Осы ЖРВИ артынша гайморитке алып келетін бірінші себептердің бірі. Тұмау ғой енді. Тұмауды дер кезінде ашып бірден емдей алмаса, ол ары қарай осы гайморитке алып келуі мүмкін. Ал созылмалы түрінде бұл жерде клиникалық картина сәл өзгеше болуы мүмкін. Енді ол 12 аптадан ары қарай деп береміз. Бұл жерде клиникалық көрінісінде ауру сезім болмауы мүмкін. Осы жерден бізде көбісі білмей қалады да. И ауру сезім деп отқанымыз ол уже тітіркеніп қойған нерв талшықтары ғой, қашанға дейін ауру сезім бере береміз деген сияқты. Іріңді бөліністер, қақырақтың түсуі, кей жағдайларда иіс сезбей қалады. Кәдімгідей иіс сезу деген нәрсе болмайды. Немесе иісті басқаша бұрмалайды. Біз какасмия деп жатамыз, іріңнің иіскеп тұрады мұрнына постоянно. Осындай дүниелер болуы мүмкін.
Және де кей жағдайларда осы іріңнің ферменттері бар ғой бізде ішінде, бактериялардан бөлінетін токсиндердің әсерінен бізде сүйекті кеміре бастайды. Осы кеміргеннің әсерінен именно локальный боль деп жатамыз. Осы гаймор қуысының алдында, мынау бет аймақ, көз айналасында қатты бір ауыр сезім тұрған сияқты болып осындай сезім беруі мүмкін. Бұл уже созылмалы түрлердің асқынуына кетіп қалады. Түсінікті. Енді мысалы мынау гайморит деп жатырмыз, енді жалпы гаймор деген адам аты ғой. Иә? Сол кісінің атына қойылған. Сол кісінің әйтеуір осымен айналысып, гаймор деген кісінің осы жоғарғы жақ қойнауындағы осы қабыну процесін тауып, түсініп, оны емдеу жолдарын ұсынып, әйтеуір бізге жол көрсеткен адам ғой. Сондықтан адам атымен оны гайморит деп атай береміз, иә? Енді айтқым келіп жатқан нәрсе, осы гаймориттің емдері жалпы бізде консервативті және де хирургиялық жолмен шешіледі деп екіге бөлеміз. Осы қашан сіз өзіңіз, мысалы өзіңіздің практикаңызда, сіз қашан консервативті емдейсіз, қашан хирургиялық жолмен емдейсіз? Өте жақсы сұрақ. Енді былай түсіндіре кетсем, ең басында бізде мынандай түсінік бар да, адамдарда мұрын біткен, мен оны қайта шығарам, негізінде түсіндіріп айтам, мұрын біткеннің барлығын гайморит деп ойлайды. Негізі гайморит деген ол әшейін бір ауру, просто бір бөлігінің ауруы да. Ал бізде мұрынның бітелуінің себептері өте көп қой. Оның себебі біреу киста болуы мүмкін, біреуінен ет өседі, біреуінде полип, біреуінде мұрын шеміршең қисаюы, біреулерде аллергиялар деген сияқты. Осының себептері көп, бірақ оның барлығын халық көп түсіне бермегендіктен оның барлығын гайморитім бар деп келетіндер бар. Енді бұл жерде осы гайморитті емдеу керек еді деп келген кезде басқа диагноз шығып жатады. Енді жаңағы консервативті ол дәрілердің көмегімен, екіншісі хирургиялық жолмен уже хирургтың қатысуымен болатын ота. Енді консервативні жолмен емдеген кезде енді бұл жерде қараймыз. Егер жіті жаңағы басындағы жедел гайморитте біз бұл жерде 90% негізі консервативті. Еще тесудің де қажеті жоқ деп келеді. Статистикада 5-10% ғана тесу мүмкін. Бірақ бізде білесіз ғой, кейбір жерлерде, региондарда может мүмкін білімсіздіктен, мүмкін ақша керек болғаннан дұрыс па? Ол да болуы мүмкін енді. Келгеннен бірден себебіне қарамай тесу мүмкін. Біз себебіне қарамай тесетін жағдайлар болады. Ол көбінесе жүкті әйелдерде. Ол жерде диагностический пункция деген болады да. Сол мақсатта ғана тесу мүмкін. Ал екіншісі консервативті ем дегенімізде 90% негізі теспей емдеуге болады. Өйткені бұл жердегі механизм тек қана сол гаймор қуысына кіретін тесікті ашыру ғана. Сонымен боль басылады, ауру сезім басылады, отток жаңағы іріңнің шығуы оңай болады да, и пациентке жеңілдік алып келеді. Осыны пациенттер негізі күтеді. Ол операциямен ол күткен нәтиже болмай қалуы мүмкін. Бұл жерде көп нәрсе байланысты ғой. Негізі операцияға да ең соңында қалатын жағдайлар болу керек та. Бүкіл жаңағыдай операция деген өзіне мен түсіндіріп айтам. Бізден шыққаннан кейін тағы 2-3 хирургты сұраңыз. Бірақ дәрігеріңіз хирург болсын. Ол жаңағыдай частный клиникада отыратын, поликлиникада отыратын дәрігер емес, именно операцияға келген кезде хирургпен ақылдасыңыз. Өйткені операция оңай емес. Операцияның таяқтың 2 ұшы бар. Біз алдық, бірақ оның екінші тарабы бар да. Ол жерде оның жана мәселелері бар ғой. Сонымен күресіп кетеді. Менде что-то бірдеңе түсініксіз, менде бірдеңе болып жатыр, менде мынау тоқтамай жатыр деген сұрақтар болады арасында. Біз соны айтамыз, ең соңына қалдырыңыз. Таразға салыңыз да, егер 2-3 хирургтың тараз ауыртатын болса, барып ойлаңыз. Бір дәрігермен шешім қабылдаудың қажеті жоқ. Өйткені әр дәрігер сіздің гайморитіңізді әртүрлі көруі мүмкін. Біреу операция керек емес, былай емдеп көруге болады. Біреу операция керек деп сол жолмен түсіндіріп айтуым. Егер барлығының ойы бір жерден шығатын болса, онда сізде таңдау уже оңайға түседі деп түсіндірем. Консервативті ем деген кезде, в основном біз енді дәрінің көмегімен ең басында мұрынның ішіндегі ісікті басу. Одан кейін ісікті басқаннан кейін ол жердегі ауа айналымы жақсарады. Ауаның өзінің қасиеті, мынандай қасиет бар. Ауа кірген кезде мұрынның шырыш қабатын тітіргендіреді. Ол былайша айтқанда запуск жасалады ғой мұрынға.
мұрынға тітіркеннен кейін уже іштегі шығару қасиетіне ие негізінде. Өзін өзі тазалайтын қызметке ие. Негізі біз мұрынды көп елемейміз. Мұрынның өзі былайша айтқанда бүкіл мынау органдарға, енді жүрек, өкпе ол точно бар. Ми точно бар. Енді оттексіз ғой. Иә. Көп адам білмейтін бір нәрселерді айтып өтейін деген ғой. Бізде мұрыннан өткен ауаны, мұрынның ішінде датчик бар, өкпеге қарай сигнал беретін. Өкпеге былайша айтқанда мынандай, сіз демалып отырсыз ғой, өзіңіз білмейсіз, бірақ қанша сантиметр куб ауа өтіп баратқанын, қандай жылдамдықпен өтіп баратқанын білмейсіз. И қандай уақытта сіз мысалы кіріп жатқан ауаның температурасы бар ғой, мына мұрынға келгендегі. Сол ауа бірнеше доли секундта ол кеңсірікте болады, сол секундта ауа жылынып үлгереді ғой. 25 градусқа дейін жылынып үлгереді. Фильтрі бар, қыздыру кондиционері бар. Сол кеңсірікке барған кезде уже ауа жылынып болады. Мына жердегі ауа мен аузымыздың ішіндегі ауаның температурасы екі түрлі. И өкпеге сигнал береді. Өкпе дайындалып, осынша сантиметр куб баратыр ауа. И өкпе, иә, оның барлығы сигнал береді, өкпе ашылады соған қарай. Ашылады да, и ол жүрекке сигнал береді. Қазір мен фильтрациямен осындай оттегін қанға бөліп шығарамын. Сен дайындал. И өкпе оған жаңағыдай, өзіңіз білесіз ғой, оттегі аз жерде жүректің соғысы қатты болады. Түсінесіз ғой? Өйткені бүкіл организмге жүрек оттегін тасымалдап үлгеру керек. А то бір жерде ол гипоксия болып, оттегі жетіспеушілік пайда болады. И миға да дәл сондай сигнал беріледі. Вот қандай қасиетке ие. Осылардың бәрін реттеп отырады мұрынның ішінде. Оны Алла Тағала қалай жаратқан. Он адамның несі ми жетпеуі мүмкін оның нәрсеге ше. Енді біз біліп ашылып отқан сырлар ғой, ашылмаған сырлар қаншама деген сияқты ғой. Осы тұста мысалы өзіңіз қаншалықты стоматологтармен бірге жұмыс жасайсыз, сонымен қатар стоматологпен жұмыс жасау маңызды екенін қашан түсіне бастадыңыз? Стоматологпен тығыз жұмыс бастау ол негізі керек. Бізде негізі лорда өзің емдейсің деген қағида жоқ негізінде. Енді стоматолог жақтардан білмеймін, бірақ бізде лорда, қазір айтайын, кардиологпен де жұмыс жасаймыз, невропатологпен де жұмыс жасаймыз, дерматолог, ревматолог, эндокринолог, гастроэнтеролог, негізі барлық былайша айтқанда тырнақтың ұшына дейінгі мамандықтардың бәрінде біз қамтыламыз негізінде. Былай айтатын болсақ, грибоктың өзіне дерматологпен де жұмыс жасаймыз. Адам былай ойлап қарамауы мүмкін, негізі ол да қатысы бар. Ал осы гаймориттің ішінде бізде бір түрі бар, адонтогенді гайморит деп жатамыз. Тістің әсерінен болатын гаймориттер. Өйткені бір жақтық гаймориттер болады ғой біздің ішінде. Енді ұстазымыздың үйреткені бар, 80% бір жақтық гаймориттің көбісі негізі тістен деп жататын. Сол қағиданы ұстанамын да, и мен стоматологтармен әрине тығыз байланыста боламын. Осы жерде бір айта кететін бір қызы болған болу керек, есімде болса. Сол пациентті сіз жібердіңіз ау деймін, маған сәл есімде емес болып тұр. 16 жасынан гайморитпен ауырады. 16 жасынан. Қазір жасы 29-ға ма келіп қалған болу керек сол кезде. Маған емделіп жүрген кезде 28-29-да болған. Айтады, мысалы, кейде өзіңіз білесіз ғой, пациенттер как психологпен сөйлескендей сөйлеседі ғой бізбен, дұрыс па? Айтады енді сіз жібергеннен кейін болу керек, стоматологқа бірінші рет келіп тұрмын дейді да, осы тістің мәселесімен. Осыған дейін ешқандай лор дәрігері маған стоматологқа барып тісіңді көрсет деп айтқан жоқ деп. Сөйтіп біз қарасақ, жаңағы жоғарғы жақтың 6-шы тісінде өзектеріміз бар ғой. Сол медиалды ұрттық деген өзек бар. Екіншісі сол көп өтілмейді дәрігерлер тарапынан, стоматологтар тарапынан. Себебі өту оны қиындау, кішкене былайша айтқан кезде біз микроскоппен сондаймен емдейтін болғаннан кейін бізге көрінеді. Көп дәрігерлер жіберіп ала береді соны. Сол өзекте қалып кеткен пульпа, сол шіріп адонтогенді гайморит тудырып тұр ғой сонда. Сол 15-16 жасында мемлекеттік бір поликлиникада емделдім дейді, тегінге емделген есімде. Содан әрі қарай, содан кейін гайморит бола берді дейді. Енді қараңыз, жылына 2 рет тестірім дейді. Не деген қиын. Жерлеріне бір нәрселер тығып қояды ғой. Енді мен одан кейін тестірем дейді, ірің шығарам дейді. Сәл жақсы болады, 6 айдан кейін қайтып басталады. Жақсы болады, қайтып басталады. Себепшісі тіс болып тұрды. Жаңа сіз айтып отқан себептер емес, жаңа мұрынның ішіндегі инфекция емес, және тағы басқалар емес.
тістің түбіндегі қабыну процесі гаймор қуысының, тістің өзі түбірі гаймор қуысының ішінде жатқаннан кейін тісте болып жатқан оқиға мына жаққа да әсер етіп тұр да. Иә. Сонда сіз өзіңіз ойлаңызшы, 16 жасынан 28-29 жасына дейін жыл сайын антибиотик. Енді мен ананы енді тұрмыс туралы әңгіме кетіп қалды. Тұрмысқа шыға алмаймын аға дейді. Мен ұяламын дейді. Иіс бар. Иіс, сұмдық дейді менде. Мен жаңағы жігітпен сөйлесетін болсам, ол бір иістен жеркеніп тұрған жоқ па деген ой келе береді дейді. Уже аузымда комплекс болады да ол кісі. Одан кейін ұйықтаған кезде таңертең тұрғанда жастығым сап-сары болып тұрады дейді енді. Ол сөзді ұят жоқ, аузынан сілекей ағады, сілекейдің бәрі гаймордан келіп тұр. Оның бәрі іріңді бөліністер бар арасында. Ол иіс шығарады, енді айтады, осыны көрсе ертең күйеуім қашып кетеді ғой дейді. Мысалы, өзіңіз ойлаңызшы. Енді анау неге де салғанымыз бар. Алла тағаланың күш қуатымен ол кісіні емдедік. Сондағысы бір-ақ канал. Тістің түбіндегі бір каналды емдедім. Гаймор қуысы тап-таза, мұнтаздай. Тап-таза, ешқандай қабыну белгілері жоқ. Шнайдер мембранасы тап-таза, еш нәрсе жоқ. Сондағысы бір ғана, мысалы сіздің маған жіберіп, осы адантогенді гайморит дегеніңіз, және біз оны емдегеніміз 2 жылдың ішінде нәтижеге жетіп жатырмыз да. Қарындасымыз мысалы басқа тістерін емдетуге келген кезде айтып жатыр да, аға мен тұрмысқа шықтым, иіс те кетті, бәрі кетті деп. Сондағысы айтқым келіп отқан нәрсе, бір тістің бір өзегін ғана емдедім мысалға. Енді бұл жерде кімді кінәлаймыз дегенде, енді өкінішке орай лор дәрігерлерін кінәлау керек болып тұрмыз ғой. Енді сол ғана сол кісінің тұрған жеріндегі адамға қатысты шығар әңгіме. 13 жыл бойы пациент келеді, теседі. Тек қана мұрнын тесу, іріңді шығару, бұл нәтижемен күрес емес қой. Салдармен күрес. Мысалы, келеді, ірің тазалап жібереді, жеңілдейді, антибиотик. Енді дұрыс, жаңа қарындасымыз тұрмысқа шығып жатыр, басқа жатыр, мен қуаныштымын. Бірақ енді 13 жыл бойы тоқтаусыз антибиотик алған адам қалай болады екен деп жатырмын да, енді көрдіңіз бе? Енді әрі қарай гинекологиялық проблемалар шығуы мүмкін да. Түсініп отырсыз, өйткені организм, антибиотик деген нәрсе ол ең организмді шаршатып тастайтын нәрсе ғой негізінде. Орысшалап айтқанда выносливость дейді, төзімділік қазақша айтқан кезде. Спортсмендер не үшін спортқа алатын кезде тарихына қарайды екен, ауру тарихына. Бұл антибиотик көп қабылдаған ба екен, көп қабылдамаған ба екен. Көп антибиотик қабылдап өскен баладан ертең мықты спортшы шықпайды деген сияқты. Осындай сөздерді де кейде айтуға тура келеді, пациенттерге де түсіндіруімізге тура келеді, бірақ та мақұл, пациент ол пациент сол үшін де. Ол білмейді, ол дәрігер емес. Енді бұл жерде біз енді өзіңізде келісетін шығарсыз, Қазақстанымызда тек қана сол салдарымен айналысып тұрған ірің тек қана шығарып, шайып жіберіп, содан тек қана алып отқан ақшасына мәз болып отқандар. Ол стоматолог болса, жаңағы адантогенді гайморит болса, оны соған жіберу керек. Сонда айтады, 13 жылда сіз жібергендей біз ана 3D рентгенге жібереміз ғой. Осындайға бір рет болсын жібермеді ғой дейді. Жаңағыдай жоғарғы қойнаумен жұмыс жасайды, баспен бірге жоғарғы қойнауменен гаймор қуысын бірге қосып алады да рентгенге. Гаймордың ішінде бар екен деп сонымен жұмыс жасай береді. Ал егерде тісімен бірге қосып алған кезде ол тістен екенін білер еді да. Мысалға. Енді біздің лор дәрігерлерімізге маңызды да бұл нәрселерді біліп, кейбір жерлерде енді стоматологтарға жіберіп, ақылдасып көру. Өзіңіз айтып отырсыз ғой, біз жаңағы асқазан ішек жолын емдейтін дәрігермен де, анамен де, мынамен де жұмыс жасаймыз деп жатырсыз мысалы. Енді бізде адантогенді деген диагноз шығып тұрғаннан кейін біз енді адантогенді адамға жіберуіміз керек қой, сонымен айналысатын адамға, дұрыс па? BioRepair жоғары сапа, адал өнім, сенімді қорғау. Дәрігерлер ұсынады. Қазақ тіліндегі жобамызға қолдау білдіргендеріңіз үшін алғысымызды айтамыз. Енді қазір гаймориттерді біз жаңағыдай өзіңіз айтпақшы бөлдік. Енді жаңағы адантогендісі бар, және адантогенді емес, яғни ол сіздер тараптан емделетін деген сияқты. Адантогендісін жарайды біз стоматологтар арқылы шеше алады екенбіз. Және сіздер бақылау арқылы, қарау арқылы, консервативті ем тағайындау арқылы оған бересіздер. Ал енді өзіңіздегі гайморитті емдеуде антибиотикалық терапия сізде қаншалықты көп қолданылады, және де оны қандай жағдайларда бересіз. Өйткені қазір енді кез келген нәрсеге резистенттілік дейді ғой. Антибиотиктерге де организмнің төзімділігі артып кеткен заман қазір. Қалай болып жатыр осы жағы мысалы? Антибиотиктерге келетін болсақ, негізі көп жағдайда, мысалы 10 гайморит келетін болса, негізі соның ішінде
где-то 8-інде статистика бойынша біреулер айтып жатады, антибиотиксіз емдеуге болады дейді да. Өйткені жаңағыдай нәрсе болып тұр ғой. Себебін білсек, себебін жойсақ, ол салдар өзіңнен жойылады деген сияқты. Ал осы жағдайдан біз бақылаймыз ғой, ол кісінің келген кезде лечениясын береміз, и ол кісі бізбен хабарда болып тұрады. Кей жағдайлар біз ол кісілерді арнайы жаңағы ем-шараға шақырып отырамыз, жуу, тазалау деген сияқты. Осы жағдайда біз бақылап отырамыз, сұрап отырамыз. Жағдайыңыз қалай бүгін? Егер жағдайым жақсарып баратыр, ауру сезім басылып жатыр, кәдімгідей шығып жатыр, жеңілдет дейтін болса, антибиотиктерді біз бермеуіміз мүмкін. Ал егер қиын жағдай болатын болса, уже бір аптадан жүріп қалдым, ауру сезім қатты, мынау уже шаршатты, жаңағы қараған кезде кәдімгідей қатты көрінеді, ірің бөліністер бар ғой, мұрын іші толған ірің болуы мүмкін. Ол кезде біз беруге мәжбүр боламыз. Өйткені біз ол бізге келгендегі процеспен одан алдыңғы бір апта жүрді ма, шамада бір аптаға дейін мұрның ішінде қандай өзгеріс болған, ол мүмкін фронтальды жаңағы маңдай қуысына өтіп баратқан шығар мүмкін. Біз оны білмей қаламыз да. Сол жағдайда біз антибиотик береміз. Енді тоже таразыға саламыз ғой, енді ол кісінің жағдайын қараймыз, бір кісілер жүктілігіне қараймыз, бір кісілер емізетініне қараймыз, бір кісілер жақында алып өткеніміз антибиотик алдында бізе емханада беріп еді дейтін кісілер бар. Ол кезде тағы да қараймыз. Ол кезде давайте барынша онда антибиотиксіз онда жуып тазалауға келсеңіз міндетті түрде деп сол жерден тазалатып, немесе өзіне жақын жерден тазалайтын жаңа процедуралық кабинеттер тауып деп соның бәрін ескертеміз, түсіндіреміз. Және де біз мұрынға жергілікті местный антибиотиктер деген бар, андай антисептик ретінде. Вот сондайларды қолданамыз. Енді Азеке, осы мұрын қуысының, ауыз қуысына қандай үлкен рөл атқаратындай орны бар, мысалы? Екеуінің мен қазір түсінікті болу үшін бүйтіп айтып берейін сізге, Азеке, қараңызшы. Мысалы, осы Роналдоны білесіз ба, футболист? Сол кісінің аузында брекет системалары тұрды ғой. Тісін прикусын тұрғылау мақсатында деген сияқты. Одан кейін тағы бір футболшылар болды. Солардың тренерлері ортодонтиялық және ортодонтиялық ем ең алдымен. Одан кейін лор дәрігерінің еміне қинап алып барған дегенді естідім. Неге деп сұрақ қойған кезімде, мысалы сіз жаңа айттыңыз ғой, мұрын ішіндегі кейбір кистозды жаңағыдай үрдістер, бір қабынулардың болуы, жаңағы мұрынның енді түсінікті болу үшін айтып берейін, перегородканың қисық болуы, ауаның дұрыс бармауы деген нәрсенің барлығы мұрынның ішінде кез келген кедергі зат ауыздың ашылуына алып келеді екен. Ауыздың ашылуына алып келген кезде бізде мынау мұрын қуысы жаңа өзіңіз айтпақшы, кез келген сырттан келген ауаны фильтрация жасайды ғой. Жаңа айтыңыз, шырышты қабаттар арқылы инфекция, жаңа вирусы бар ма, бактериясы бар ма, бәрін ұстап қалады да, оны жаңағы қоймалжың зат сыртқа шығаруға әрекет жасайды деген сияқты. Ал енді ауыз қуысында бұл заттар жоқ қой. Бізде ауыз қуысында мынау тамағымыздың мына жерімізден миндалин бар ғой. Бұлардың барлығы не істейді? Иммунды жүйеге жауапты. Бұлардың барлығы қорғаныс көрсеткіші. Біздің тамағымыз ауырып қалса да, жаңа ангина дейміз, тонзиллит дейміз, бұлар қабынады. Дұрыс қой, қабыну процесі. Сонда мұрын қуысындағы болып жатқан әрбір процесс ауызды ашуға алып келеді да. Негізінде адамзаттың жаратылыстағы дем алу жаңағы органы бұл мұрын ғой. Тыныс алу жолы бірінші мұрыннан басталады. Ал енді ол өзінің функциясын дұрыс атқармай, ауыз қуысы арқылы ауа кіріп жатқан кезде, ауа енді қалай кіргісі келеді, солай кіреді да. То есть жаңағыдай бактериясы бар, инфекциясы бар, бәрі кіре қояды, сөйтеді дағы өзінің тамағымызда тұрған иммунды жүйеге тіке бара қояды. Және де ең қауіптісі бұның ішіндегісі стафилококк пен стрептококктар дейді. Бұлар енді бактериялар болғаннан кейін, бұған сіз айтып жатқандай антибиотикалық терапия дұрыс тағайындалуы керек. Енді осы стрептококктар мен стафилококктар дейді, дәнекер тінін жақсы көреді дейді. Сондықтан да бұлардың организмде барып жайғасатын нүктелері, бұлар адамдардың буындары,
және жүрек дейді. Өйткені Жүректің жүректе дәнекер, қақпақшалары. қақпақшалар дұрыс айтасыз, сол дәнекер тіндерінен тұрады дейді. Мысалы сонда адамда ертең ревматоид артрит деген сияқты, артроз деген ауруларға алып келуі мүмкін. Жаңағы буын қақсау дейді ғой қазақша айтқанда. Буын ауруларына, жүрек ауруларына осы бір нәрсе әсер етуі мүмкін. Және де мұрын дұрыс демалмаған кезде ауыз қуысы түнде де ашылып жатады, сөйлесе де ашылып жүреді. Сәл бір демалыс жағдай болса, физиологиялық ауыз қуысы ашылады дейді. Бұл өз кезегінде омыртқаға әсер етеді дейді. Сөйтіп омыртқа қисаяды дейді. Көптеген прикусы дұрыс емес, яғни тістенімі дұрыс емес адамдарға қарасақ, олардың мұрнында проблема. Ал екеуінде проблемасы болған адам, мұрнында және ауыз қуысында проблемасы болған адамның омыртқасында проблема. Ол бүкірейіп жүреді, немесе омыртқасы қисық, сколиоз, тағы басқа. Ал егер де осы дұрыс болмаса, адамның аяғы тең басылмайды дейді. Өйткені кейбір остеопаттар да оны не істейді, кейбір ортодонттар да танимын, адамның аяқ киіміне қарайды, ұзақ уақыт жүрген. Қарасаңыз, аяқ киімінің бір жағы ғана желініп кеткен, себебі бір жақ қарай баса береді. Осыны білген жаңағы европалық тренерлер бұл ертең ауыз қуысындағы проблема аяққа, яғни оның жүгіруіне қарсы әсер ететін болғаннан кейін ауыз қуысынан бастайды екен шаруаны. Міне көріп отырсыз, спортты түсіну деген кезде медициналық жағында түсініп тұр ғой. Немесе түсіну мақсатында бір эксперттерден тыңдаған ақыл. Сондықтан жаңағыдай ауыз қуысының енді бұл мен білетін рөлі да, ауыз қуысының бүкіл организмге мен білетін рөлі. Енді сіз ары қарай бұны толықтырсаңыз, тағы қандай мысалы мұрын мен ауыз қуысының байланысы бар, және де сақ болатын жағдайлар мысалы? Енді осы сұрақтың жауабын көп түсіндірем негізі ата-аналарға. Бұл көбінесе ең басында кішкентай кезден басталады. Ең басында осы кішкентай, осы 2 жастан асқандарда байқалады. Біреулерден туа пайда болған болуы мүмкін. Бізде аденоид тіндері деген бар. Ол мұрынның артқы бөлігінде орналасады, жұтқыншақ аймағы. Мұрын жұтқыншақ аймағы деп жатамыз. Мұрынның артқы бөлігі, бізде мұрынның жұтқыншақтың мұрын бөлігі бар. Сол жерде ет болады. Осы ет 10 жасқа дейін негізі балада иммунды жүйенің қызметін атқарады. Бізде былайша айтқанда ауыз қуысында адамның иммунды жүйесін ұстап тұратын ауыз қуысында жұтқыншақ бөлігінде 6 сақина бар. Валер Пирогов сақинасы деген болады. Бізде ол біріншісі аденоид тіндері, ол 10 жастан кейін өз жұмысын баяулатады да жоғалып кету керек нормада. Кейін біздің құлақтың кіретін бөлігінде тағы 2 без болады. Құлақтың мұрнынан кірген ауа 2 құлаққа бірдей бөлініп беріледі. Ол жерде 2 бөлік болады, 2 без бар, 2 жақта бір безден. Осы бар, одан кейін төмендегі мына біздегі бадамша бездер деп жатамыз, кейбір кісілер ангина деп жатады. Одан кейін тілдің түбірінде, тіл асты өзінің безі бар, тілдің түбірінде. Осы 6 сақина бізде иммунды жүйенің қызметін атқарады. Енді бізде аденоид тіндері егер мұрынның артқы бөлігін жауып қоятын болса, есептей беріңіз, бала мұрнымен дұрыс демалмайды. Сол уақыттан бастап бізде ауыз қуысы төмен түседі. Мына жақ уже прикустар өзгереді. Сіздердегі дистальный прикус деп отқанымыз сол. Бізге кірген кезде мынау жақ ішке қарай кіре бастайды. Мынау жақ төмен қарай салбырағандықтан тіл бізге астына түсіп кетеді. Өзіңіз білесіз, жатқан кезде адамның тілі негізі таңдада жату керек. Өйткені қысымды осылай ұстап тұрады. Бізде қалай? Бізде тұрған перегородкамыз, жаңағы мұрынның шеміршегі астында таңдай тұр. Артқы бөлігінде бізде аденоид еттері. Енді ойлаңыз, артынан аденоид еттері итере бастайды. Мұрын демалмаған кейін таңдайы бүкіл ауа таңдай арқылы өтеді. Ауыз ашып болған кейін. Ал енді ол не істейді? Ауа таңдайды жоғары қарай ұра береді. Таңдай, тегіс таңдай шұңқырлай бастайды. Бізде термин бар, готическое небо деп жатамыз ғой. Осы жоғары қарай кеткен екен үстінде тұрған бізде шеміршек бар, мұрын шеміршек. Осыны өз кезегінде майыстырып жүреді. Осы кішкентай кезден уже бізде мұрын шеміршегінің майысу басталады. Бізде мұрын шеміршегінің 4 өсу фазасын тұрады. Ол ең басында 2-5 жасында бірінші фаза, одан кейін 7-9 жасында деген сияқты, одан кейін переходной возраст, ең соңында 18-22 жастың ішінде, әйелдер, қыз келіншектерде олай ерте толық бітеді 18 жасында, ол балаларда 22 жасында мұрын шеміршегі толық өсу кезеңінен өтеді. Ал енді ойлаңыз, бірінші өсу кезеңінен уже проблема болып тұр. Аденоид еттері мұрынды уже демалдырмайды.
Ол деген сөз жаңағы мұрын шеміршегінің қисайын алып келеді. Өз кезегінде астындағы біздегі прикустарда мынау ортодонтиялық өзгерістерге алып келеді. Бірде тістердің бір-бірінен ығысуы, бір-бірінің орнына киіліп кетуі, дистопия деп жатасыздар ма сіздер? Қисықтығы, бүкіл нелер. Ол ауызбен демалғанның бір жанама әсері, бір жағынан бізде сілекей бездерінде тоқтатып тастайды, азайтады. Азайтқаннан кейін өзіңіз білесіз, бөлме деген ол стерильный жер емес қой. Кез келген адам үйінде ол инфекция бар. Ол инфекция тамаққа жабыса береді. Біздегі сілекейдің құрамындағы лизоцим ферменттер, витамин А, бұның барлығы инфекцияны өлтіру қасиетке ие. Ал бізде ауыз ашып жатқан балада сілекей бөлінбегеннен кейін барлық шаң тозаң тілдің беті, тілдің артқы бөлігіндегі мына бадамша бездерінің тесіктеріне жабылып қалады. А бізде мына ангинаның ішіндегі бізде лакун деп жатамыз, оның кармандар бар, өзінің ұяшықтар болады да, сол ұяшықтардың бетінде инфекциялар топталып қалады. Ал ол тамақ құрғақ, таңертең тұрған кезде тамағым құрғап тұр, қақырық түсіп жатыр деген әңгімелер шығады адамдарда. Бұның барлығы тамақ құрғақ болса, инфекция ол ортаны жақсы көреді. Біреулер бар, кешке торт жейді, ұйықтай салады деген сияқты. Таңертең тұрған кезде қалай болады? Тәтті, сілекей аз, тамақ құрғақ, міне ангина. Басқа қандай не керек, орта керек? Тағы бір себеп. Ол тағы басқа себеп жоқ бұл жерде. Осы бұның барлығы уже жоғарыдан келетқан, ол кішкентай кезінен келетқан дүниелер ғой. Сонда ана бірінші өсу фазасында қате кетсе, үш өсу фазасында қатемен өседі. Бұл қазір біз бар ғой, жаңағы нені айтып отырық, баланың физикалық өсуін айтып отырық. Ал психологиялық өсуі бар, ол уже ой өрісі. Ол ойлаңыз, бізде негізі ұйықтаған кезде 8 сағат деп береді ғой. 8 сағат 4 кезеңнен өтеді. 4 ұйқы фазасы бар. Әр ұйқы фазасы бізде 4 сағаттан тұрады. Альфа, бета, гамма, дельта деген фазалардан өтеді. Шырт ұйқы, баяу ұйқы, терең ұйқы деп бөлінеді ғой. Бала осы 4 кезеңнен ұйықтап өту керек. Толық өту керек. Сол үшін ерте жату деген нәрсе сол. Одан кейін ол барлығы естіп жатқан шығар, гормондар бар, мелатонин, анау мынау деген сияқты. Осы фазаларда баланың бүкіл күндізгі жинаған информацияларын барлығы, телевизорден көрген информациясы, балабақшадан естіген информациялары, ата-ананың сөйлеген информациясы осы 8 сағаттың ішінде былайша айтқанда шкафтарға жиналады. Бүкіл информация жиналды. Бала ұйықтаған кезде, егер нормада осы фазадан түгел өтсе, бала таңертең тұрған кезде ашуланшақ болмайды. Тұрған кезде бүкіл информация қабылдауға дайын. Миы таза. Ұмытшақтық деген болмайды. Ал егер осы бала дұрыс демалмаса, бетке ұйқы, терең ұйқы ауысамайды. Ең терең ұйқы ауысқан кезде бала ары аунап кетеді. Или салқын жер іздейді, ауа жетпейді өйткені. Ол фазаға өтпейді. Бала түсте көрмеуі мүмкін. Түсінесіз ба? Осы фазалардың өткен кезде ғана барып ми демалады. Ми демалған кезде мидан гормондар бөлінеді. Бүкіл өсудегі, бүкіл мынау жеп жатқан тамағындағы майда ыдырату гормондар барлығы ұйқы фазасынан өткен кезде ғана бөлінеді. Одан кейін бала ұйықтағанда таңертең тұрған кезде уже басқаша болады. Сөйлескен кезде бүкіл информацияны қабылдауға дайын. Біреулер тұрады, балам агрессивный болып кетті, андай болып кетті деген сияқты. Одан кейін ұйықтаған кезде, ми демалған кезде бүкіл организм демалады. Жаңа айтады ғой, балам түнде жер қояды төсегіне деген нәрселер де бар да. А ол тура сол фазадан өтпей қалған кезде ми әлі қосулы. Қуықтан сигнал өте салады. Бізде мына жақта қуық толып жатыр. Не істейік деген кезде сигнал береді. Аш жері сал деген сияқты, клабында аш жері сал деген сияқты. А так адам ұйықтаған кезде оның барлығы ұйықтайды. Болды, жабылады, все. Сигнал таңертең есік ашылады, болды, сол кезде шығасыңдар деген сияқты. Енді ойлай беріңіз. Осы фазалардан ғана өткен кезде баланың дамуы дұрыс болады. Мен жаңа айтып отқаным, ол же баланың тұлғасын дамытуда. А біздің жақта қараңыз, бір нәрсе, бір демалу деген нәрсенің өзі ғой. Демалу деген. Ал ол демалудан уже есту, көру деген нәрсе. Ол вообще тұңғиық қой негізі. Енді мына жерде мынандай ғой. Кейде біреу шаршап, ұйықтап жатса, қатты қорылдап жатса, біз қатты шаршапты ғой деп, қатты шаршанын қорылдап жатыр деп ойлаймыз ғой. Бұл жаңағыдай тыныс алу жүйесінің дұрыс болмауы, ол да әсер етеді ғой. Мысалы, дистальный прикус, тамақты жауып қалуы, қысып қалуы деген нәрселер.
біз қорылдап жатса да оған күмәнмен қарауымыз керек та. Дұрыс қой айтып жатқаның. Лор дәрігерінен барып кішкене консультация алып. Қорқынышты тұстар көп негізінде ше, былай ұйықтап қорылдап жатқан егер болады, кейбір кезде қатты шаршаған кезде ұйықтап жатып қатты қорылдап кетеді. Ондай бар. Ал егер ол күнделікті ары қарай жалғаса беретін болса, онда бір нәрсе бар ол жерде. Оны тексерту керек. Балаларда бізде обструктивті апноэ деген болады да, ұйықтап жатып тынысы бірден тоқтап қалады. Демалып отыр ма, демалып отқан жоқ па, білмей қаламыз да. И бір кезде деп бірақ оянады. Ол уже жүрекке сигнал береді да, ол опасный негізінде. Ол миға барлығында қауіпті нәрсе. Өзде біз аденоидты қараймыз, егер үлкен болса, оны алып тастауға тырысамыз. Сіздердегі жаңа прикус, өздеріңіз де білесіздер ғой, негізі прикусты реттеген кезде сіздерде жіберіп отырасыздар лорға. Біз де айтамыз, или біз алдырғаннан кейін міндетті түрде ортодонттарға, стоматологтарға барыңыздар деп айтамыз. Өйткені прикустың қисаюы уже ол салдары. Ол жаңағы мұрынды реттегенмен ол уже келмейді. Енді оған екінші адамның көмегі, яғни ортодонт кісілердің көмегімен ол жөнделетін дүние. Былайша айтқанда барлығы бір-бір реттілікпен ғой өтетін нәрсе. Бір-бірімен өте байланысты ғой негізі. Иә. Сонда мысалы қазір енді қараңызшы, мысалы осындай операцияларға балаларды сіздер мысалы неше жастан бастап қабылдайсыздар? Ол өзінің бір нақты тиіспеу керек уақыттары бар ма? Негізі ол жерде мұрындағы аденоид деп отқанымыз дәрежелер бар. 3 дәрежесі болады. Бала туылған кезде барлығы сол бірінші дәрежемен туылады. Жаңа айтқан сақинаның бір бөлшегі. Сізде менде сонымен туылдық. Бірақ ол егер ауыра беретін болса, дұрыс нагрузка болмаса мұрынға, онда аденоид еттері ісінеді да, ол былайша айтқанда күреседі. Мұрындағы инфекциямен күресу қызметін атқарады. Ол жеңді, барлық орнына келді, ол кері қарай шегіну керек. Ал ол шегінбей жатып, екіншілік инфекция түсе бастайды. И ол қайтадан өсе бастайды. И бірден жаңағы уже артқа шегінуге мүмкіндік жоқ. Сол көлемде қалып қалады. Келесі инфекция түскен кезде ол тағы да ісіне бастайды. Осы бірінші дәрежеден, нормадан, ол екінші дәрежеге секіреді. 2-ден 3-ге қарай секіреді. Оның картиналары бар өзінің басында, вроде былай жүрген кезде аузын жауып жүреді, ұйықтаған кезде ауыз ашыла бастайды. Ол уже бірінші, екінші дәреженің сипаттамалары ғой. Ал 3-ші дәрежеде ол жүргеннің өзінде аузын ашып жүруі мүмкін. Қараған кезде бір балалардың аузы ашылып тұрады ғой. Ондай уже 3-ші дәреженің бір сипаты. Ол ертең қауіпті тұстары көп та оның. Жаңағы біз айтқан ол прикустан бөлек, бұл баланың уже кифоз, лордоз, омыртқа жотасында кейбіреулерде болады, куриный грудь деген болады, өкпесі ішке қарай, төс сүйегі бар ғой, ішке қарай кіріп қалады. Ондай балаларда келген бізде. Қараған кезде уже бұл жерде біз уже мұнан көмектесе алмаймыз. Бұл уже жаңағы салдары, мұрынмен дұрыс демалмаған салдары. Өкпе айттым ғой, кірген кезде мына жақ ашылу керек. Ол ашылмаса, мынау ішке қарай кіре береді. Вакуум сияқты нәрсе ғой, кіре береді. Ол жерде травматологтар араласып кетеді. Көрдіңіз ба? Травматологпен мұрын, лор вообще не қатысты деген сияқты. Уже олар қатысып кетеді, кірісіп кетеді. Өйткені бұл жерге корсет кию керек, мынаны ашу керек болады. Енді Азеке, мысалы қазір мынандай сөз бар ғой, ауру жасарып кетті деген. Мысалы қант диабетімен, жүрек ауруларымен бұрын 40-тан асқан, 50-ден асқан адамдар ауыратын болса, қазір 25 жастан асқан адамдар бұл аурулармен ауырып жатыр дейді. Бұны ауру жасарып кетті дейді. Енді мысалы сіздің салаңызда олай бөліне ме? Мысалы негізі мына аурумен адамдар сәл мына жаста ауыру керек еді, бірақ қазірдің өзінде осылай болып жатыр. Одан кейін екінші мәселе, ең жиі кездесетін аурулар лорларда. Неге адамдар көп келеді сізге? Құлақтың ішін тазалау ма, ауырғандықтан ба деген сияқты, атит па деген сияқты. Жаңа бірінші сұрақтан бастайық. Ауру жасарып жатыр деген нәрсе. Бізде бар ауру қартайып жатыр деген нәрсе бар да. Өйткені мысалы аденоид кішкентай балаларда кездесетін. Сол қазір үлкендерде кездесіп жүр. 40 жастағы кісілерде болған, 30 жастағы кісілерде болған деген сияқты. Ол енді барлығы бірдей лорға бара бермейді ғой негізінде да, ешқандай шағым болмаса. Біз оны тек қана
мен дұрыс демалмай жатыр деген кезде ғана, тексерген кезде ғана анықтау мүмкін. Көп адамдарда қазір енді заман дамыған ғой, бір кісілерде камера болуы мүмкін, бір кісілерде камера болмауы мүмкін. Мысалы сіздердегідей бір кісілерде микроскоп бар, бір кісілерде микроскоп жоқ деген сияқты осындай нәрселер бар да. Олар қарай салады, мұрын шеміршек қисық екен дейді, бірақ артындағы мұрын аденоидтар қалып қалады. Осы нәрселер кішкентай кезде болып өтіп кету керек еді, бізде қалып қалды, үлкен кісілерде қалып қалды. Енді мынандай нәрсе бар, не үшін баяғыда аденоид деген нәрсе кездеспейтін еді ғой, көп естімеппіз деген нәрсе бар да. Енді құлақ ауруы ол мен есімде, өзім көп ауыратын құлақпен да, құлақпен, білмеймін енді, мамам жаңағыдай осы лор болшы деп не қылды ма білмеймін, енді қалай лор болып кеткенін түсінбей қалдым. Кішкентай кезімде құлақпен ауыратын тұғым өзімнен ше, бірақ аденоидпен немен көп естімеппіз. Көп ата-ана айтып жатады да, қазір неге көбейіп кетті деп жатады. Енді осыны бізде енді ана конференцияларда нелерді айтып жатады, бұл полиэтиологиялық себеппен жүретін нәрсе. Біздегі экология қазіргі таңдағы балалардың жеп жатқан тамақтарына назар аударсақ, біз не жеп жатырық, балаларымыз не жеп жатыр деген нәрсе. Мысалы баяғыда былай қарайықшы, қазіргі балалар барни, ауызға салсаң еріп кететін дүниелер ғой. Негізі да, пюре, жаңағыдай агуша деген нәрселер да, баяғыда ондай жоқ еді ғой. Сіздің кішкентай кезіңіз, өзіңіз былай ауылдық, қазір де ауылдық жерлерде әлі күнге дейін бар шығар, алманы қырып береді ғой. Дұрыс қой. Баяғыда сүйек мүжейтін еді. Дұрыс қой. Қойдың сирақтарын бере салатын, мысалы, құлағын мүжедеп беретін еді да. Оны қалай істейтін едік? Біз оны шайнап жүреміз. Сіз сағыз шайнадыңыз ба? Смола шайнайтын едік қой. Сағыз қай уақытта шайнайтын едік? Бутылканы өткізесің, магазиннен ақша табасың, сонымен аласың. Дұрыс қой, мынандай машинелердің наклейкаларын жабысып алып деген. Ол кездегі басқа еді. Енді ондай көп емес, бірақ біздегі басқа еді ғой. Қимыл бар. Қимыл қозғалыс бар. Бір күнде неше рет ойнайтын едіңіздер бір ойынды? Былай есептеп қарасам, бір күнде 10-15 ойын ойнап шығар екенбіз кемінде. Таңертең жүгіруден басталады, доп ойнау, футбол, баскетбол, ары қарай тығылмашақ. Көп қой былай шыққанда. Ойындар көп. Үйде жүрмейтін еді ғой. Қазіргі балалар қалай? Жейтіні жаңағыдай, отырықшы, қозғалыс жоқ. Қанның жүруі де баяу ғой. Бала жүгірмейді. Түсініңіз ғой? Баяғыдағы балабақшаларда да сәл режим басқаша болатын еді дейді. Өйткені далада ойнайды көбінесе. Қазір мынандай нәрселер шығып кеткен, енді біліп отқан кісілер білетін шығар. Балабақша, частный балабақшалар көбейді. Қалай? Қазір балабақша біреу алады, үйді алады да, балабақша қып жере салады. Не ауласы жоқ, не ойнайтын жері жоқ. Ішінде жүреді. Адамдарды мысалы қанша ішінде бір 20-30 бала кіп кішкентай бөлмеде. Ойыншықтар алып берсе берді, бермесе ол да жоқ деген сияқты ғой. Ал гос садиктерде баяғыда совет өкіметінің кезінде гос стандартпен болатын ғой. Мынандай көлемде далаға осындай уақытта шығару, осындай уақытта кіргізу деген нәрсе болатын еді. Ол кездегі иммунитет басқаша болды да, қазіргіде басқаша. Соның әсері деп те ойлаймын бір жағынан ше. Балаларда осындай аденоид еттерінің көбейіп кетуі. Одан кейін сіздердің өздеріңізде де бар шығар, прикус неге баяғыда оны брекет, пластина деген нәрсе таяуда шыққан нәрсе деп ойлаймын сіздерде де, дұрыс қой? Жоқ, бұрыннан болған, бірақ сұраныс аз болған, бірақ қазір уақытта көбейді, дұрыс па? Сұраныс. Енді мысалы мынандай ғой, жаңа дұрыс айтып жатсыз, прикустың жалпы дұрыс қалыптасуына қатты заттарды жеу пайдалы да. Өйткені Алла Тағала, енді біз сеніміміз Құдай болғаннан кейін Алла деп сөйлейміз енді. Көріп отқандар кісілердің ішінде, білмеймін, тәңіршілер бар шығар, христиан дінінің өкілдері бар шығар. Өздеріңіз қарарсыздар, бірақ біз Алла деп сөйлейміз. Алла жаратқан кезде тісімізді қатты қылып жаратыпты. Жұмсақ емес. Мысалы теріміз сияқты емес, шашымыз сияқты емес, жұмсақ емес. Осы бір жұмсақ емес болғандығы оның атқаратын функциясын көрсеткіші. Бұл қатты зат қой. Демек, бұл бір нәрсені үгітуге, кесуге, жұлып алуға, яғни тістеп жеуге, шайнауға нестелінген, арналған дүние. Біз мысалы біз
бұрын жаттығу істеп жүрген кезде қандай еді денеміз, қазір жаттығу жасамағанда қандай? Мысалы адам бірден толып кетеді, іс қимыл азаяды, бір қимылдап қалсаң бір жерің ауырып қалады деген сияқты. Бұрынғыдай физикалық жаңағыдай не жоқ, нагрузка жоқ. Енді біздің жаңағы беріп жатқан тамақтарымыз жұмсақ, каша сияқты, пюре сияқты тіске өзінің функциясын атқаруға мұрша бермей жатыр. бермейді, Оған қатты зат беру керек. Сонда ол түртілу арқылы, тиісу арқылы, қатты затқа тие бергендігі арқылы, әрине тас шайна деп жатқан жоқпыз ешкімге. Бірақ та жаңағыдай тығыздығы жағынан қаттылау пюреге қарағанда мысалы, сүйек мүже, сіңір тарт, шандыр шайна дегендей, осы нәрселердің барлығы мынау тістің тіс енді астындағы периодон байламдары дейді, солардың күшеюіне алып келеді бұл нәрселер. Олар дәл адам баласы сияқты жаттығу жасаған адам қандай, жаттығу жасамаған адам қандай. Дәл сол сияқты тістің астында да периодон байламдары бар. Оған жаттығу жасалып тұрса, ол қатты болады, ол жақсы болады, дұрыс өзінің функциясын атқарады. Сондықтан жаңа сөзіңізге қосып жатқаным, біздің де стоматологиядағы проблемамыз осы прикустардың қисаюына, немесе жаңа тістердің кейде жұмсақ болуына, яғни жұмсақ деген сөз қозғалмалы болуына алып келіп отқан тағы бірден бір себеп, осы кішкентай күннен бастап балалардың қатты заттарды жемей жұмсақ затқа көшіп кеткені. Бұл дүниелер енді былайша айтқан кезде өзінің несін септігін тигізеді. Енді ол физикалық нагрузканы қоя тұрайық. Бізге физикалық нагрузканың даже ауыз қуысынан басталмай жатыр ғой, тамақ жегенге енді отырып қоймыз. Енді тек жұт андай шайнап бердің, енді жұтсаң болды деген сияқты қазір бүкіл нәрсе шайналып тұр қазіргі заманда. Тек салсаң аузыңа салсаң болды. Енді ол функцияның өзінде білмеймін, енді жұтудың өзінің функциясы бар шығар, бірақ терең кіретін болсақ негізгі әңгіме осы. BioRepair жоғары сапа, адал өнім, сенімді қорғау. Дәрігерлер ұсынады. Қазақ тіліндегі жобамызға қолдау білдіргендеріңіз үшін алғысымызды айтамыз. Региондарға барған кезде бізде көптеген проблемалар бар. Негізі көтеретін өте көп проблемалар бар. Енді оған жалғыз мен өзім күшім жетпейді. Енді осындай бір керемет бір подкастпен біреуге септігім тиіп жатса, ол кәнекей осындай дүниелер шығып жатса. Жалпы әркім әртүрлі ойлайды. Біздің шыққанымызша. Біздегі бұл жердегі бір мақсатымыз әйтеуір бір адамға бір септігіміз тигізсе деген сияқты. Біреулер сөгіп жатады да, соған бір кейбір кезде бір ойланып қаласың, мен не істеп жатырмын. Енді бір айтады ғой, сен қанша жақсылық жасасаң да саған рахмет деп айтатын адам аз болады деген сияқты. Соған мүмкіндігінше пациенттер, көріп жатқан пациенттер бір-біріне жіберіп қойса тіптен жақсы болатын еді. Дәрігерге барардан алдын негізі бүкіл сұрақтарын нақтылап, одан кейін бір дәрігермен шектеліп қалмаса дейсің ғой. Өйткені сіз жаңа айттық қой, біз Қызылордадағы пациентте, бұл пациент шыққаны ол жақтан, мысалы солынша халықтың ішінен суырылып шыққаны әйтеуір былайша айтқанда ары қарайғы асқынудан аман қалды. Түсініңіз ғой, мен айтқанымда. Өйткені региондарда әлі күнге дейін бар. Мен мықтымын деп жатқан жоқпын. Бұл жерден мықты кісілер бар. Региондарда да бар. Бұл жерде біздің медицинамыздың әлсіз тұстары бар да. Сол именно істейтін жерлерінде. Солардың әсерінен осы жаңа қыз суырып келді, бірақ артында қанша адам ол жақтан суырып шыға алмай жатыр. Өйткені қаражатқа байланады барлығы. Қаражат жоқтығынан олар созылмалы түрге ауысуға мәжбүр. Басқа жоқ. Өйткені мен бар, сіз бар, біз жетпейміз бүкіл Қазақстанға. Бұл жердегі тағы да тестіріп айтып отқаным, мынау біздің артымыздан келатқан коллегаларымыз бар ғой. Соларға да бір не болсын деп отқаным ғой. Дұрыс білім алсақ, барлығымыз осы бүкіл Қазақстанға, жан-жағымызға жайылып айтыр, соларға көмектесе алсақ, жетін емде оңайлау, енді созылмалы түрге ауысқаннан. Созылмалы түрі әрине ол кісіге қиындық алып келеді. Ол былайша айтқанда халықтан шектеле бастайды. Көп жерге барғысы келмейді. Сіз айтасыз ғой, тұрмысқа шығудан да қалып қалды. Біз қазір мұрынды айтып тұрмыз ғой. Біз құлақты айтқан жоқпыз.
біз тамақтағы ангинаның әсерін айтқан жоқпыз. Біз тек мұрындағы проблеманы ғана көтеріп жатырмық. Осындай нәрсе халықты бөліп жатыр уже. Біреу жұмыстан кетуге мәжбүр болады. Біреу жаңағы естуінің төмендеуінен кетуге мәжбүр. Оның да бір себебі осы мұрын негізінде. Құлақтың естуінің төмендігіне алып келетін нәрсе осы мұрын болып келеді. Бір себебі. Осы нәрселерді әйтеуір дұрыс диагноз қойылса, дұрыс нақтыланса, егер білмей ма, білетін адамға жіберсе деген бір не бар да. Дұрыс қой, енді сіздің айтып жатқаныңыз. Өйткені енді адам білмесе, білім иесімен сөйлесу керек қой. Ода тұрған ешқандай проблема жоқ, бірақ енді кейбір дәрігерлер біреудің алдында төмендеп қалам деген мақсатта жібермеуі мүмкін ғой енді. Ондай жоқ емес қой. Адам болғаннан кейін болады. Бірақ ар жағында адамның денсаулығы екенін, оның үлкен жауапкершілігі бар екенін, ол мемлекеттің және Алланың алдында үлкен жауапкершілікке ие екенін түсінуіміз керекпіз да. Біреудің баласы, біреудің анасы, біреудің күйеуі, ол кісі ше. Егер дәл осындай нәрсе өзіңнің туысқаның келіп тұрса, өзіңнің анаң келіп тұрса, не істейтін едің? Егер сондай қателікті бір кісі жасаса деген нәрсе де бар да. Осы нәрсені ойланса, білем. Бұл жерде коллегиальный деген нәрсе бар ғой. Бізде әлі күнге дейін енді өзіңіз де білесіз, дінге бет бұрған дәрігерлер көп деп айта алмаймын. Ішінде бізде бар енді кішігірім жаңағыдай, бірақ енді бұл жерде риск Алладан ғой, не болса да. Ешкім бұл жерде егер бір адамды дұрыс емдесе, ол адам жан-жағындағы адамдарға таратады оның мықтылығын. Ал егер ана кісі жаңа дәрігерден инвалид болып қалатын жағдай болатын болса, ол бүкіл ауылға жаяды. Түсіндіңіз ғой да? Негатив қатты жайылады, чем дұрыс ақпаратқа қарағанда. Мен осыны ойланам да, негізі. Осы айтарым. Ерболат мырза, енді шақырғаныңызға көп рахмет. Әрине, сіздің тақырыбыңызға біз кіре беретін болсақ, әрине ол тым терең тақырыптар ғой негізі. Бірақ та мынау жалпы қазір подкастта болса да, басқасы болса да, 2-3 сағаттық подкаст жасайтын болсақ та, оны көретін адам санының аз болып кетеді екен. Ең күшті ақпарат беретін сол осы бірінші лор деп жібермей, толық лор жаңағы отоларингологтардың жаңағы лор дәрігерлерінің емдейтін аурулары деп кең кіріп кетпей, оның ішінде гайморит, оны адантогенді және балаларда көп кездесетіні деген сияқты бөліп жатқанымыз кішкене біздің көрермендерімізге шақтап, нақтылап, өлшеп бергіміз келгеннен үлкен рахмет. Келіп сұхбат беріп, өзіңіздің жаңа тәжірибеңізбен бөлісіп, қаншама ақпараттар айтқаныңызға үлкен рахметімізді айтамыз.